амастырма балалар, қалдарын қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Массасы 120 грамм жез калориметрдің ішінде массасы 0,2 кг, температурасы 16 градус су бар. Осы калориметрге массасы 0,115 кг, температурасы 100 градус дене салынды. Сол кезде пайда болған қоспаның температурасы 22 градус болса, калориметрге салынған дененің меншікті жылу сыйымдылығы қандай? Енді бұл есеп шығару үшін балалар жылу баласын теңдеуін еске түсіруіміз керек. Яғни ыстық дене қанша жылу мөлшерін алса, салқын дене сонша жылу мөлшерін береді. Яғни бұл жерде салқын дене 100 калориметрмен су болып тұр. Ал ыстық денеміз осы ыстық денеміз 100 градуста беріп тұр жылу мөлшерін. Сонымен салқын дененің жылу мөлшерін жазайық балалар. Q1 қосу Q2 тең болады Q3 болды. Q1-іміз С калориметр М1 тетта минус Т1 калориметрдің алған жылу мөлшерін жаздық. Енді судыкін жазайық балалар. С су массасын М2 тетта минус Т1. Енді бізге ыстық дененікі С дене М3 Т2 минус тетта. Бұл бізден екінші теңдеу болды. Мына жерде тетта минус Т1 жақсан сыртына шығарып жіберейік балалар. Тетта минус Т1. Сонда бізде қалды С калориметр көбейтілген М1 қосу С су М2 тең болады С дене М3 Т2 минус тетта деген осындай формамыз қалды. Мынарда С дене деп жазып қояйық. Сонымен осы жерден С дененің меншікті жылу сыйымдылығын анықтайтын формуланы балалар міне өзі өрнектеп шығарып қойдық. Өте қарапайым екен. Сонымен тетта минус Т1 С калориметр көбейтілген М1 плюс С су көбейтілген М2 судың массасы М3 дененің массасы Т2 минус тетта. Орнына қойып есептеу кәне қалды балалар. Сонымен С дененің меншікті жылу сыйымдылығын теттамыз біздің ортақ температурамыз 22 градус болған. Басындағы сумен калориметрдікі 16 градус болған. Одан кейін жездің калориметрдің меншікті жылу сыйымдылығы жезден жасалған 380 жол бөлінген килограмм көбейтілген градус. Көбейтілген массасы 120 грамм 0,112 килограмм деп жазайық. Плюс судыкі 4200 жол бөлінген килограмм көбейтілген градус. Массасы 200 грамм 0,12 килограмм бөлінген 0,115 килограмм, яғни 100 градустан ортақ температура 22 градусты алып тастағанға тең. Енді бірлігін шығарайық балалар. Егер бірлігі шығатын болса, есебіміз дұрыс деген сөз. Нарда бізде градуспен қысқарсын балалар. Сонда біз мына жерде енді градус бар, килограмм градус бар, килограмм градус бар. Килограммен килограмм қысқарсын мына жерде. Килограммен килограмм қысқарсын, килограммен килограмм қысқарсын. Сонда жол бөлінген килограмм көбейтілген градус шықты. Жол бөлінген килограмм көбейтілген градус бірлігі шықты балалар. Яғни шығарған есебіміз дұрыс деген сөз. Ары қарата С дененікі есептеп жіберсек балалар, нарда 6 деп жазып қойық. 380 0,112 көбейтсек 45,16 екен балалар. 45,16 қосу 4200-ді 840 балалар. 840 жол бөлінген килограмм көбейтілген градус 0,115 көбейту 78. Сонда бізде шықты балалар 454 жол бөлінген килограмм көбейтілген градус шықты. Яғни С тең болады дененің меншікті жылу сыйымдылығы 454 жол бөлінген килограмм көбейтілген градус. Жауабы деп жазып қойық балалар. Жауабы
осымен балалар сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.